Анда кетти қалқым балқып жаным. Көрдіңіздер қомыс домбыранын тартышқанын. Тили жоқ қомыс домбыра қандай сайрайт. Емік құлат тілді ақындардың айтышқанын. Айтыш болып ортосында маяйының, ажары кирип жатат жайайының. Қоңшылардан бір кербен бізге келіп, қонақ тосып жырғоды барайылым. Төріңді екі елдің шайырлары, төленерін арноды саға бүгін. Толқыны бір башқача болып жатат, Тоқтоғұл Сатылғанов сарайының. Тосып алып сыйменен ұзаталы, Тоқтоғұл ұзатқандай жабайыбын. Жағдайы жақшы екенін көрсетелі, Жапаров билік құрған заманының. Жаңы Қырғызстанға қош келдіңер, Жакиевтің ізі қалған таманының. Жакиев атам өмірден өтсе дағы, жақындаттың екелдің аралығын. Батасыз өткөрмөптүр қайран атам, атасыз өткөрсө да балалығын. Бата менен елге көрөт деген сияқ, батырың елдин болдун аралыбым. Мен дағы Жакиевдей болғым келет, батаңды берген қалқым маға бүгін. Емесең екің елгеге құтты болсын, ел батырын ескерген самалығын. Бұл айтыш Жакиевдей аттық тұрат, атағы далайлардың аттық тұрат. Ел үшін тер төгізіп қайран атам, ел үшін тер теккөнін қайран атам, ел батырын алғаны тастық қылат. Емгегінің астында Жакиевтің Эвересттей биік топ астық қылат. Айтыш менен Манасты ЮНЕСКО-ға қаттаттырды, біз андан таптық қуат. Тағдырларды чағылдырған драмасы, таштай қату жүректен да жаш сықтырат. Жакиевтің атына бір театр берсекен деп ақындар жаттық сұрап. Бір театр мұндай ғой ей Жакиевке, бір филармония салсақтан аздық қылат. Нұрболым ашшылықтың маркасындай, мен болса тоқчылықтың қампасындай. Мен балпайып батырлардай болып тұрам, бұл Нұрбол жаш баланың қаңқасындай. Бұл Нұрбол қазақтардың тапаншасы, мен болса қырғыздардың танкасындай. Сапсары Нұрболының құш келіпсің, сапсары сарарқанын арпасындай. Нұрбол менен жақшы айтыш құрайым мен, Нұрболдон менен айтышқан барпақындай. Толықсың семізсің деп айта көрбе, 90 ақын қайталаған жалпақындай. Көлемім чоң анандағың ей толық болып, мен көрінім Қазақстан картасындай. Қоңырбай менен Манастай, біз тараз бір менен таластай. Тирешіп чықтық сахнаға, Тико Бирай менен Камаздай. Құш келдің бізге Нұрболым, құтманды болсын бұл жолың. Қонағымай келіп қалыптыр, қана қош қолды бой қалқы Нұрболым. Қонағың келіп қалыптыр, қош қолды бой қалқы Нұрболым.
Менин боюм бал, Kodaygon senin boyun bal. Başın bir çıkbay partadan, inim baygenin ayalış oyun bal. Aytayın sağa nuska gep, аңдап ал артын пистолет. Biz beremiz жылда koşbayge, peylimiz ay sendey kıskamet. Beremiz жылда koşbayge, peylimiz ay sendey kıskamet. Bolot dep bizden ırjarış, geliptir boylu bir karış. Emi bolot de bırday verbesten, inim boyun anay biyi kırdanız. Gezegin anda bereyim bir, geltir vay jakşı nırdanız. Тұрса тілге құйып қуат, шалайын көсілгендей жүйткіп ат. Ассалаумағалайкүм мәмбет оқты, мұсылман сәлем сөзбен сыйықтырат. Өзін үлкен ал мені кичкене дет, рас бұл менен көрі ыйықтырақ. Кичкене деп нұр болды менсінбесең, қаларсың өз отыңа күйіп бірақ. Кичкене болғаным мен жүрегіме, Алла үлкен дарынды жиыптынақ. Мен осы Қырғызстанға ұқсағанмын, сондықтан дауыл жырым ұйытқымақ. Қырғыз деген кичкенел жүр көлеміне 7 миллион адам сыйып тұрады. Ел кичкене болған мен Қырғызыма батырлықты беріпті өйіп бірақ, 7 миллион Қырғыздың ерлігіне 6 құрлық бастарын ейіп тұрады. Одан кейін ұзынбын деп мақтанды, жауабыма қалмашы кейіп бірақ. Гималай деген тауды білесің ғой, төбесі көкті тесіп қиып тұрады. Сен Гималай болсаң мен Алатаумын, туған жер қасиетін жиық тұрады. Сен асқақ болғаның мен қазақ қырғыз, бабасының мекенін сүйіп тұрады. Ей, Манастай батырлардың ізі қалған, Алатау Гималайдан биік тұрады. Бішкекте бүгін бас қосса қазақ пен қырғыз өрені. Ей, сөзімді айтайын сүбелі, ойымды айтайын келелі. Мән беріп халқым байқашы, мәнбе тоқты не деді? Бойы кичкене болып ап, бәйгені ойлайды деп, айдалаға аттың ау адырнадан жебені. Қырғыздарда бәйгені бойға қарап береме, қазақтарда бәйгені ойға қарап береді. Ей, бәйге деп бұл неге жырын төгеді? Бәйге үшін бауырым келгем жоқ, Бішкекке бұрсам атпасын, басқа да оның себебі. Қазақстанда жүргенде Қырғызстан жайлы жұрттардан естігенім көп еді. Қонақ жай халық қырғызым, қазақтар келсе алдынан қарсы алып шығат деп еді. Ақындар жырын төккенде, ел жұртын риза кеткенде, көңілдің қылын шерткенде, қош қолдары талғанша қол шауып тұрат деп еді. Ең соңғы жұп боп шықсаң да, Қырғыздың қалғы шаршамай, рухтары асқақтап, самғап отырат деп еді. Бәле деп қапталдан жүргізушінің өзіне қолдап отырат деп еді. Қырғыздың халқы айтысты шалқып көрет деп еді. Әкімінен ақынын артық көрет деп еді. Осыны көзбен көрсем деп, Қазақстаннан Нұрболың алғаш рет кебеді. Ассалаумағалайкүм Қырғызстанның өрелі. Бәйгені айта бермеші, қазақтың ақындарының бәйгеден биік беделі. Бақытты болуым үшін бәйге емес маған керегі. Мен бақыттымын бауырым, көк аспанда мәңгілік. Қазақ пенен қырғыздың желбіреп тұрса желегі.
Біреулер мұңаяды мал қайғы деп, біреулер мұңаяды жан қайғы деп. Мал жаныңыз аман ба, бір туғандар мейманның хәл сұрасып жағдай білет. Бішкекке келіп жүрген қазақтардың көрерменім түрлерін танбай білет. Мен мұнда алғаш келіп отқаннан соң бұл өзі кім болды деп ойлайды көп. Қазақстанда Ақтөбе деген жер бар, іздегендер тау асып шалғай жүрет. Нұрбол сол Ақтөбеден келіп отыр, жырлаудан бүгін жағым талмайды деп. Димаш Құдайбергеннің жерлесімін, біз үшін Димаш айтқан ән байлық ет. Димашым Қырғызстанда концерт берген, Бішкекте сайрамасам болмайды деп. Президент Садыр Жапар риза болды, әуенің жанымызды баурайды деп. Қырғыздың халық әртісі атандырды, Димаштайын ағамды сондай келеп. Қырғыздарым талантты таны білет, қырғыздарым өнерді талдай білет. Мені бүгін жіберді сол Ақтөбе, Бішкекте басыңа бақ орнайды деп. Димашымды төбеге көтерген ел, Нұрболды төмендете қоймайды деп. Аққалбақты қырғыздар қай кезде де Ақтөбенің ұлдарын қолдайды деп. Айтыстың келіпті деп керуені, қуанды Бішкегімнің төңірегі. Қазақ пенен қырғыздың ұқсастығы ағайын таңғалдырат мен үнемі. Қазақта қырғызымда батыр халық, қарсы келген жаулары жеңіледі, қарсы келген дұшпанда екі таңдау шегінеді немесе көміледі. Қазақта қырғызымда ақын халық, өлең деген біз үшін өмір еді. Қырғызым Тоқтоғұлдың бесігісің, қазағым нар жамбылдың өңір еді. Қырғызда қазағымда қонақ жайыл, көңілі сүтті яппақ көңіл еді. Қонағының алдына қорадағы соңғы малы сойылып беріледі. 200 ел болса егер жер бетінде, Қазақстан Қырғызстан төрімеді. Қазақтың байрағында күн тұрады, шуағы шар тарапқа төгіледі. Қырғыздың желегінде күн тұрады, сәулесі бар ғаламға бөлінеді. Қазақ пен қырғыз маған жер жүзіне жылу шашып тұрғандай көрінеді. Ағайын әлдейлеген анамыздай, ақындар еркелеген балаңыздай. Ағам менен жарашып айтсайын, арпалысып отқанша алауыздай. Өзін КамАЗ, ал мені Тико деді. Бұл бірақ жансақ берген бағаңыздай. Дұрыс теңеу айтайық мәмбет оқты, ақын біз ғой ақылға санамызбай. Сен ұзынсың қырғыздың жазушысы, атақты Чыңғыз Айтмат данамыздай. Ал мен сенің ініңмін сол Чыңғыздың інісі Мұхтар Шахан ағамыздай. Бірақ КамАЗбын деп қоймай отса, жауабым болсын сіздің дауаңыздай. Айтыс деген өлеңнің бәйгесі ғой, бәйгеде қалай ғана шабамыз жай. Арғымақта артық ет болмайды деп айтпаған қазақ деген бабамыз жай. Ендеше бір туғандар таңғалмаңдар, орамды ойлар айтсам дәл абыздай. Қомпиған КамАЗыңның қапталынан құйғытып өте шықсам қарағыздай. Ой, қарағыз қырғызтардың ат емес пе? Қарқыны қилалардан бат емес пе? Қарағыздың айтқаныңа қарағанда қазақтан бір да тұлпараш елек пе? Аттай қылып көрсетсең чапқаныңды, ашық қылсын жаратқан асманыңды. Қарағыз негізінде байтал еле, сен ошонда қыз қоқшап жатқаныңды. Қарағыздай егерден озом десең қананда бошо тойын қапталымды. Айлыңан КамАЗтардың осқыдай сен, айлыңан бір айғыр күлік таппадың бы. Екороп кетичүде ей КамАЗтарды, еліңен еркек күлік таппадың бы. Мен бүгін қолдап тұрсаң балқып айтам, қолыңды чапқан сайын чалқып айтам. Бойыңды айтсам бойыңан ұзынырдап бозортып шығардың ғой артыңан чаң. Қысқа болсаң қысқа деп айтамын да, ұзынсың деп мен сені қантып айтам. Рас Алатоо Гималайдан биік тұрат, ақ бұлыттар баштарын иіп тұрат. Алатооның Гималайдан биіктігін ал жақта Қырғыз деген ұлыт тұрат.
7 жаштан 70 жашка чейин ак калпагын башына кийип турат. А мен болсо ким алаймын дей албаймын, калпагымдан ким экенин билип турат. Ала тоонун башынан эй чыккан кыргыз, асманга башы тиреп тийип турат. Өзүңдү нур кылдың нур бол жерден бийик, өзүңчө боло бербең элден бийик. Ала тоомун деп өзүм мактап алды, ала тоонун жармына тең келбессиң, кара тооңду келсең да белден кийип. Ала тоо болуш кайдан айланайын, асказоодон аңдыган мерген кийик. Ашып кетсе Ватиканча бар чыгарсың, айылың укса калар сенден күйүп. Чычкандай болуп алып тоомун дейсиң, чынын айтсам эмессиң белден бийик. Чычалаба нур болум эй бетиң айтсам, чычкандын капчыгайы сенден бийик. Болгондо Жакиевдин конок ашы, жамбоорума таштадым собол ачуу. Билбей айтып алдың гоң ала тоо деп, сага бийиктик кылып калат го долон ашуу. Болжол менен алсак бул нур болдун боюн калкын, жанагы борончудай байкемдин чамалашы. Чөк түшө калсаң эле майланайын, чөнтөгүмө батчудай садагасы. Тыпарайып турганын карасаңар, Тико менен Матистин аралашы. Тамашалап жатамын эй нур бол иним, төш чөнтөгө батчудай карабачын. Мында бою жок болгон менен үн бар экен, тормусу бир тобунан ылгар экен. 2 метр бою жок болсо дагы 2,5 метрдей тил бар экен. А дегенде кеттиң го чапкан аттай, бул айтыш болбой араң эле турган экен. Казак боорун бир ачылып кетсинчи деп кайратпай кем жакшы айтыш кылган экен. Понидей болуп алып бул баланын, поюздан скорусун ылдам экен. Бир аз сөзүн түшүнбөй калгандайбыз, термечини жуп кылып алгандайбыз. Ылдам айтыш негизи бизден калган, бизге чеги бабалардын армандайбыз. Жеңи жок арстанбектер төккөн кезде токтобой чыкчың экен таңдан жалгыз. Барпыгалык Токтогулдун урпагыбыз, баланын бал сөзүнөн арбалбайбыз. Азыркыдан айтар болсон биз туугандар ал жагынан жеңилбес балбандайбыз. Жеңишпектей автоматтың эй тапкан элбиз, Нурболдой пистолетке таң калбайбыз. Кезекті берсең бауырым сөзіңе жауап табамыз. Шашасына шаң жұқпас сәйгүліктей шабамыз. Құмарын көптің қандырсын өлеңге толы сабамыз. Ат жайлы қырғыз халқында атадан жеткен санаңыз, Манастар атқа қонғанда дүбірлеген далаңыз. Айналайын қырғызым жүйрік аттың қадірін жақсы білген бабаңыз. Бірақ жаңа ағайын қарағызды айтып ем, қарағыз деген байтал деп менсінбей отыр балаңыз. Қарағызды менсінбесеңіз, өкпелеп қалар өзіңе, ақсақалды атаңыз, ақжаулықты анаңыз. Өйткені бауырым қырғызға талай олжалып, талай топ жарып, шауып келген қарағыз. Қара салмай алдына қырғыздардың жұлдызын жағып берген қарағыз. Тұрпатына тамсанып, көсілгенде қол шауып, қырғыз түгіл шетелдер танып келген қарағыз. Менің туған елімнен, Қазақстан жерінен сен алмаған баш бәйгені алып келген қарағыз. Қарағызды менсінбесеңіз, таяздау екен санаңыз.
жыныс емес тұлпардың шабысына қараңыз, еркек демей қыз демей намысына қараңыз. Сөйлейтін сәтім келгенде жөнім жоқ бүгін тосылар. Қол шауып отсаң қырғызым, шабытқа шабыт қосылар. Айтатын айғыр табалмай, байталды айттың деп отсың, байталды айтсам несі бар? Мен қара қызды айттым әдейі, өйткені қырғыз халқында қаһарман қайсар қыздардың көнеден жеткен көші бар. Сазайын берген талайдың, ханшайымы алайдың, құрманжадай датқаның жау сескенер сесі бар. Жаңыл батырды көргенде дұшпанның мысы басылар. Ұлы отан соғысы болғанда сескенбеген жауданда 1400 қызы қырғыздың отанын барған қорғауға өтірік болса бұл сөзім шапанымды шешіп ал. Байталды менсінбегенде ойыңда тұрсын осылар. Жүйрігіңді айтқанда қара қызыңды есіңе ал. Ерлігіңді айтқанда құрбанжаңды есіңе ал. Ақынға өлең өмір, өмір өлең, айтыстың қанат қақтым көгінеген. Мені жылдам жырлайды деп айтты жаңа, салыстырып жеңішпектей бөріменен. Жеңішпекті қырғыздар құрметтейді, төкменің төресі деп соны көрем. Ендеше мен де жылдам жырласам қырғыздарым қолдауын жасайды шығар қолыменен. Жеңіске жетіп жатсам таң қалмашы, жеңішпекті яқынның жолы менен. Түскенде айтыс дейтін аламанға, тілерім жар бола көр маған Алла. Мені Тико Матиз деп қоймай отыр, жауабын естісінші ағам онда. Тико менен Матизді байлар мінбейді, ол жағы белгілі ғой бар адамға. Мінетін қарапайым халық қана, такси боп көкелерге аналарға. Мен Тико Матиз болсам қуанамын, халықтың қажетіне жарағанға. Тико мен Матиз болсам мен жақынмын, мына залда отырған әр адамға. Тек байлардың жамбасы жайғасатын, дүңкиген сендей джипке қарағанда. Ағайын зырла десең зырлай берем, ағайын зула десең зулай берем. Тамағым ауырғанын көрдіңіздер, тамағым сәл ауырды мұндай деген, мен бірақ оған бола тоқтамаймын десеңіздер ағайын тыңдай берем. Қырғыздарым қошеметтеп отырғанда тамағым жыртылғанша жырлай берем. Елінде қызда мықты, ұлда мықты, қазақ менен қырғыздай кімді анықты? Жаңа мені тышқанға теңегені негізінде өзіне тым қауіпті. Мұныңа бір-ақ сөзбен жауап берем, бұл Нұрбол аңыздардан үлгі алыпты. Кішкентай болғанымен тышқанғанша жылдың басы атанып жүлде алыпты. Сен сияқты сорайған түйе байғұс жылдың басы болудан құр қалыпты. Төбесінде жататын ақ қарадай тарихқа Алатаудың қатпары бай. Ынтымақты жырлауға келгенімде Нұрболды тапанша деп жатқанын ай. Мен тапанша емеспін Мәмбетоқты, теңеуді бұдан кейін айтпа бұлай. Тарихта қазақ менен қырғызымды талай сыннан өткізген хақ тәңір ай. Советтің кезіндегі репрессияны қайғырып айтушы еді қарттарым ай. Қазақ менен қырғыздың мықтыларын атасал жауыздардың аямай атқанын ай. Қазағымның оқ қошқан арыстары Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек атпалым ай. Қырғыздың Қасым, Жүсіп, Төреқұлын кеңестің құрып қойған қақпанын ай. Екелге тілейтінім басымызда тұрсыншы мамыражай шақтар ұдай. Қазақ менен қырғызды ендігәрі тапаншаның үнінен сақтағудай. Өлеңің Мәмбетоқты балдай мекен, бірақ та сылдыр сұйық сарнайды екен. Бірде Матиз ал бірде тапанша деп көңілін көрерменнің аулайды екен. Егерде ағам өзі қоймай отса, қалжыңын әрмен қарай жалғай өтем. Бұл мана танкымын деп айтып еді,
сықпатың емес, бірақ ондай көкем, ей танкі деп айта алмаймын, Мәмбетоқты 3 литрлік банкіден аумайды екен. Оңдау айтсаңар. Оңдау айтып шықлачы айтсаңар. Болбоса тоқтат ол. Банке деп жатасыңдың 3 литрлік, балпайған келбетімді 100 литрлік. Емсінтіп айтқаныңдан емне пайда, керемет қандай інімеш бүтірдік. Мен бай бичемдің банкомат банкасымын, жай банка болған менен сіз үшін бісе. Деп айтты қазыларым жайлап айтыш, тіліңді біраз тартып байлап айтыш. Біздікі драма айтыш болып кеттік шой. Десеңіздер ағайын қандай айтыш. Қыздар менен шықсақ жақшы айтыш қылмақ елек, Ақбат менен жан саянықы жайдар айтыш. Бай күчін келбедім деп бас жағында, байгеден ашпай қалдың арт жағында. Характерің заматтан өзгөрттің да, хамален қол оқшоштың шашқаныңда. Сен албаған байгенің алып келдің деп сенсіреп баратасың қапталыңда. Мен қазақтан баш байген алып келген мен деген жүйрік жетпей чапқанымда. Мен қара қысты менсінбей жатқаным жоқ, қалдың сөздің түшінбей астарында. Байтал болбой айғыр бол дегенім ғо, башыңды қызға теңеп жатқаныңда. Алтын баштың аялдан бақа башту, ер артық деген сөз бар қарттарымда. Қарағыстың албеттен ұрматтайбыз, қарағыс ал ең бірінші саптарында. Қарағыс деп ұрдайбыз біз, татықты ал қарағыс мақтануға. Тайы барып тұлпардан осып келген, тай торымын қаны бар аттарымдан. Бұл айтыштың жапсары болды малым, мен дағы Нұрбал айтқан ойдылайын. Ешқачан соғышының ұғылбасын, таштабасын ешкім келіп бомбыларын. Тек қана үні қылсын далы шындай, қомыс менен черетілген домбыранын. Рахмат бар болыңыз. Айтышымыздың 5-ші уақыт. Айтышымыздың 5-ші жылы қазақ ақыны Нұрбол Жамбаев, қырғыз ақыны Мамбет Тоқтамамбет Орозоғлы болды. Қазақ ақыны Нұрбол Жамбаевқа қарата қалыстар толының ұпайы. Қазақ ақыны Нұрбол Жамбаев 10, 9, 10. Расшылық білдіреміз. Қырғыз ақыны Мамбет Тоқтамамбет Орозоғлы қарата қалыстар толының ұпайы 8, 9. Рахмат, расшылық білдіреміз.